Ұрланған той. 2 бөлім. Ауылдағылар мерекенің машақатымен әуре болып жатқан. Анасының әшекейлерін ұрлап шығып өзіне айфон алған. Ұрыны қожалыққа жауып өзі судан ақ үстен таза болуға тырысып жүрген. Шындық ашылған бойда өлемін деп қорқытып, әкесі инфаркт алады. Күйеуі төсек тартып жатып қалған Айгүлге бұл үлкен соққы болды. Ол аздай мереке көрші ауылдың баласына тұрмысқа шығам деп үйінен қашып кетеді. Жығылған үстіне жұдырық болған опасыз қыз үй ішін ойламай уақытша мастық сезімге берілді. Кішкентай келін болғанына мәз болып, отбасылы өмірге қадам басты. Өмірінде ешқандай қиындық көрмеген Айгүлді күні тағы да абысын Лаураға қарап қалды. Сәкен бүкіл қожалықты өз басшылығына алып, қолдан келгенше жандандыруға тырысты. Мәліктің бір жақ аяқ қолы жансызданғанымен, тамағымен тілі сау. Өткен кеткенді тілемен шағып, айналасына заһарын шашып отыратын. Одан қалса шөлмекті басына қойып, бөтелкелестерін үйіне кіргізіп алатынды шығарды. Күйеуінің ессіз қылығына тойған Айгүл түкке тұрғысыз күйеуім деген желеумен төркініне кетіп қалды. Өзінен тараған 2 ұлын ала кеткен ессіз қатына ерегіскен Мәлік қатты ашынды. Үйленген күннен әйелін алақанына салып, бетін желге, қолын суға малытпай, мәпелегені қиын жағдайда бір сәтте-ақ тастап кеткені жанына батты. Жеңілдің астымен, ауырдың үстімен жүріп үйренген әйелді өзі есіртіп жібергенін түсінді. Өзіне күтім жасайтын медбикеге де беретін ақшасы таусылды. Сәкен амалдап бауырына қарайласып, Лаура қолынан келгенше бір кесе тамағын апарып ішкізіп, кір-қоңын жуып, барынша көмегін аямады. Арада 3 ай өтті. Мәліктің денсаулығы бері қарап аяқтан тұра бастады. Осы кезде төркініне сыймай Айгүл де сүмірейіп үйіне келді. Сүтке тиген мысықтай жүргендер құдалары мерекені жүгімен алып келіп, масқара халге түсті. Құдалардың айтуынша қолының сұғанағы бар келіндері ел жұртқа масқара етіпті. Барған жерінде бір бұйымды үптеп кететіні, артынан қонаққа шақырған адамдары жоқ затын сұрап келе беретіні әбден жандарына батса керек. Ажырасудың себебі сол, сұғанақтық. Ажырасатында екеу заңды некеде болмаған. Небәрі 16 жасар қыздың тағдыры тәлкекке түсіп, атына күйе жағылып, үйден шыға алмай қалды. Ауылдағы жағдайдан хабардар Маржанның ойы алаңдаулы. Сіңлісін көкесіне жаны ашып, ауылына барып қайтуды жөн көрді. Қысқы сессияның аяқталып, студенттер демалысқа шығатын шақ. Автобусқа билет алып, жұқа киімдерін жинастырып, ауылға бет алды. Қаладан келген қыздарын құрақ-құша қарсы алған әке-шешесі мен бауырлары Маржанды сағынып қалыпты. Еттің иісі мұрынды жарып, «Қызым-ау, үйдің тамағын сағынған шығарсың» деген анасы келін Айгүл мен Мерекені де үйіне шақырып қойған. Екеуі тосырайып, Маржанды өбектеп жатқан жақындарына қызғана қарап отырғандай. Сөз арасында Айгүл: «Маржан, сен де менің қызымдайсың ғой. Мерекенің жағдайын естіген шығарсың. Мектептен 9-дан соң шығып кетті. Колледжге түспеді. Мектеп қайта алмас. Өзі де сыныптастарынан ұялып бармайды. Қалайда қалаға оқуға түсіру керек. Кеңесің болса...» «Жеңеше, дәл қазір жыл ортасы ғой. Ешқандай оқу орнын ала қоймас. Бұйырса көктемнен әрекет жасайық. Қосымша курстарға жазылсын. Мүмкін болса грант ұтып алсақ керемет болатын еді» деп жылы қайырған Маржанды жақтырып тұрғаны шамалы. Мереке: «Ой, Маржан, сенде болу қайда? Білесің ғой менің мектепті коридорында оққанын» деп арсызданды. Сәкен қызының жадыраған жүзіне, саралы санасына сырттай сүйсініп отырды. Іштей жаратқанынан қызына жақсы жар жолыққанын тілеп, баға ашылып, бақытты ғұмыр кешсе екен деп, қызым дейтін ақ тілегін жаудырып отырды. Көңілді кештен көңілсіз қайтқан екеу, Айгүл мен Мереке, үйлеріне барғанша Маржанды сырттай сыбап, өзімшіл болып кеткенін қарашы. Кеше ғана емес пе біздің табалдырықты жалап, күн көріп, бүгін енді кеудесіне нан пісіп қапты ғой бейшараның, деп күңкілдесіп қайтты.
Лаура қызына қырын қараған келінін дұрысынан түсінуге тырысты. Маржанға: қызым, оларға еш ренжіме, сенің әлі көрер жарығың алда, сенің көрген күніңді ешкім көрмейді. Аллаға шүкір, пейнетіңнің арқасында керемет оқып жатсың. Біз сенімен мақтанамыз. Алла бағыңда шын, жақсы жігіт жолықса ұзатып, құтты орныңа қондырсақ деп еді. Ұялып беттін басқан Маржан анасына: әлі ерте ғой деді. Анасымен түн ұзақ шүйіркелесіп, бауырлармен сағынысып мауқын басқан Маржанның қалаға оқуына қайтатын уақыты. Құрт майын дайындап, киімдерін реттесуге көмектескен анасы қызына бар білген ақылын айтып, жолға шығарып салды. Кештетіп автобус қала шетіне тоқтады. Жолаушылар кезекпен түсіп жатқанда арасынан Мерекені байқаған Маржан таңданысын жасырмай: Мереке, сен қалаға бірге келдің бе? Ойбай, не болды аузың ақайып, адам көрмегендей? Немене, сатып алған қалаң беді? Жоқ, дұрыс түсінбедің. Айтсаң, бірге шығып келгенше әңгіме құрып келер едік қой. Я, сонымен, бұл жақта кімге келдің? Тұратын жайың бар ма? Өткенде сенің үйінде дастархан басында оқу жайлы шет жағасын айтқанымызда пәлсініп қалып ең. Анамның туысы Рай әпшенің үйінде тұрамын, оқуға көмектесемін депті. Көреміз. Жақсы, онда жолың болсын. Мен мына жаққа қарай жүремін деп жатақхананың мекен жайын айтқан Маржан қиылыстың арғы бетіндегі аялдамаға беттеді. Мерекенің Алматыға бірнеше рет келуі, жастайынан бөлелерімен жиі қыдырып, талай парктерде ойнайтын. Сол үшін де Маржан сіңлісі алып қалада адасып кетер деген ойдан ада еді. Оқудың машақаты басталып, студенттің қызу тіршілігі жалғасып жатты. Араға ай салып Маржанды жатақханаға іздеп келген Мерекенің түрінен түр жоқ. Тыныштық па жаным-ау, мына сиқың не? Рай әпше мен үйінен қуып жіберді. Оқытам деген уәдесі әшейін екен. Мені кішкентай бәлекеттерінен қарасын деп ауылдан алдырған екен. Бәлесің ғой, мен бала қарамақ түгіл 2 жұмыртқанды әрең қурам. Оқытам дегені қайда сонда? Қайдағы оқу? Сен дұрыс айтыпсың, ешкім орта белден оқуға қабылдамайды екен ғой. Жазды күт деп жатыр. Мен болсам Рай әпшенің үйінде қызметші болғым келмейді. Сіңлісінің әбіржеген кепіне жан ашып дереу әйгіл қоңырау шалған Маржанға: маған үйде жатып ішер жалқау қыз керек емес, оқып өз күнін өзі көрсін, болмаса аяқ қолын байлап бірінші келген адамға әйелдікке беріп жібереміз деп айқайға басты. Неге болса сіңілім ғой, мүмкін пәтер жалдап көрерміз, бірақ бір өзі тұра алмас, одан бетер есіріп кетер деген Маржан жатақхананың басшылығымен сөйлесіп, өзі тұратын бөлмеге 5-ші қыз етіп кіргізіп алды. Мереке жатақханаға келгелі қыздардың арасы жақсы емес. Күнде бір ши шығаратын Мерекенің бұл жүрісі жарамас деп қосымша дайындық курстарын іздестіре бастаған Маржанға жансая көмекке келді. Кезінде өзі оққан жақсы орталықтың номерін тауып Мерекені жасырып қойды. Сонымен күн ұзақ қолы бос отыратын қыздың аяғына құрық салынды. Оқудан бас алмай, студент қыздармен қатар білім алып, ендіға дайындалды. Соңғы кездер тым көңілді. Айнаның алдында сыланып, сипанып отыратын ол, бірге тұратын қыздардың киімдерін сұрауға көшкен. Сәнденіп, жұпар иісті әтірді аямай себініп, жатақханадан шыққан бойы кештетіп, бірақ келетін Мерекенің жүрісі күдік тудыра бастады. Жансаядан қосымша курстың мекен жайын сұрап алған ол, өзінің сабақтары аяқтала салысымен сіңлісін ізін кесуге шықты. Сабақ кестесіне қарап, тарихпаның соңғы бөлігі қалғанын көрді. Оқушылар 15 минуттан соң аудиториядан шығып, жан-жаққа тарқасты. Мерекенің қарасы көрінбеген соң алаңдап, ішке енген Маржанның үстінен мұздай су құйғандай состиып тұрып қалды. Сәлеметсіз бе, кімге келдіңіз деген оқытушы ағайды сол кештен бері ойынан бір сәтте де шығармай, құтқарушы батырмен кездесуді қайта қалады емес пе? Маржан, мұнда неге келдің деген Мерекенің жуан даусы екеудің естелігін үзіп жібергендей. Ләм-мим деп тіл қатпаған күйі бұрылып, сыртқа шыққан Маржанның артынан жүгіре жөнелген ағайына аң-таң Мереке асықпай дәптерін сөмкесіне салып жатты. Маржан, тоқтай тұршы. Қалайсың? Сен мені таныдың ғой, ә? Мен осы жерде қосымша сабақ беремін.
кешір, сенімен осылай ыңғайсыз жағдайда танысамын деп жоспарламап едім. Білем, араға біраз уақыт салдым. Өзіңді іздеп баруым да болар еді. Сенің менің тапқаныма қалай қуанғанымды білсең ғой деп ағынан ақтарылып жатқанда артынан Мереке келіп: жүр Маржан, не болды сонша масқарамды шығарып? Жатақханаға барар жолды білмейік деп пе едің? Деді де ешкімге сөз бермей қолынан қолтықтай Маржанды сүйрегендей алып кетті.